Ассаляму алейкум. Бүгін біз шайға керемет тоқаш дайындаймыз. 300 мл ашыған айран немесе ашыған сүт алыңыз. Бөлме температурасында болғаны жөн. Соның ішіне 1 шай қасық ас содасын, жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа және 2 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Ішіндегі содамыз осы қамырды үлкейтеді. Енді ұнды електен өткізіңіз. Оны қамырдың тығыздығына қарап біртіндеп қосамыз. Ол жұмсақ, сәл жабысқақ болуы керек. Менде 450 грамм ұн кетті. Қамырды елеп, үстін қақпақпен жабу керек. 15 минутқа қалдырыңыз. Енді қамырымыз демалғаннан кейін оны тақтаға салып, кішкене илеп қоямыз. Содан кейін 80-85 грамм бөліктерге бөліңіз. Әрбір бөлігін қолмен біраз басып, тақтада ұн қосып шеңбер етіп жаямыз. Ортасын кесіп қойыңыз және қыздырылған майға табайға салыңыз. Орташа отта қуыру керек. Осындай керемет және дәмді тоқаштардың басты құпиясы ашыған айран немесе ашыған сүт. Егер сіз кәдімгі айраннан немесе сүттен пісірсеңіз, олар соншалықты дәмді бола бермейді. Екінші құпия, қамырға міндетті түрде 15 минут демалу керек. Нәтижесінде үлпілдеген тоқаш аласыз. Мұндай қарапайым және жылдам рецепт әр әйелге пайдалы. Үйде дайындалған ыстық тоқашпен шай ішкен қандай керемет. Осы рецепт сізге ұнаса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға тіркеліңіз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.